Аты жөніңізді айтып кетсеңіз. Мен есімім Айдос Мелдаханұлы, Алматы қаласынан. 7 қаңтар күні 22 жылы. Менің бала-шағам магазиннен қайтып келе жатқанда военлар атты менің бала-шағамда. Сатпай желтоқсан қиылысында. Сол атыстан мен кіші қызым 4 жасар Айкөркем қайтыс болды. 15 жасар қызым Жанел оқ жарақатын алды. Үлкен балам 3 жарақат алды. Сол бойынша военлар кім атқан бәрі табылды. Кімдер екен олар? Военлар біздің Қазақстанның военлары. Қандай себеппен атыпты олар? Вышестоящий инстанциядан бұйрық келді. Ату деген. Сондықтан атқанымыз депті. Кешіріңіз, 7-сі күні ол кезде жаңағы қорғаныс министрі Бектенов болып тұрған кез бе әлде одан кейін ба? Білмеймін, оны точно білмеймін. Кімнің қайсына отқан кезде приказ болған, сондықтан оларды біз соттаймаймыз. Бәрі табылды дейді. Аты жөндері белгілі ме ол? Аты жөнін бізге бермей атыр. Ол засекречен дейді. Табылды, атқан адамдар, автомат табылды, қай автоматтан атылған, қай воинский часть болған тоже табылды. Но біз оларды қамауға аламаймыз. Потому что отсылается, что оларда бұл приказ. Міне сондай ақпарат берді бізге военный прокуратура. Осымен уже бір айдан асты. Қағазбен ойынша берді ма? Жоқ, военный прокуратурда кездестік. Сөзбен айтты ма? Иә. Қағазбен талап қоясыз ба? Енді қағазбен обязательно талап қоямыз, толығымен аты жөндерін белгілеп айтқаны. Ол кешіріңіз, ондай бермейміз дейді. Вот сондай болып жатыр біздің жағдай. Себебін түсіндірген жоқ, қай себебі? Себебі, что не имеем права дейді болды. Нақты конкретно ештеңе айтпайды, бірақ кім атқан, қандай воинский часть болғанын, қару қай жақтан қару алғаны, қай жақтан қару бәрін айтып отыр, бірақ жаңағы адамдардың аты жөнін айтпаймыз дейді. Рахмет.